Real Madrid үшін бүгін өте ауыр күн, ауыр ойын. Себебі Атлетико Мадридқа қарсы ойын өтеді. Ла Лиганың 29-шы туры. Қазіргі таңда Реал Мадрид кестеде 2-ші орында, Барселонадан 3 ұпайға қалып келе жатыр. Ал Атлетико Мадрид 4-ші орында. Реал Мадрид жеңетін болса, Ла Лиганың чемпионы болуға таласатын болады соңына дейін. Ал Атлетико Мадрид жеңетін болса, 3-ші орынға нақтылап шығып алады. Екеуіне де бұл ұпай ауадай қажет. Реал Мадрид соңғы 5 ойында бір ғана жеңілісі бар. Атлетико Мадридтің соңғы 5 ойынында 3 жеңіс, 2 жеңіліс. Ал екеуінің жеке кездесулеріндегі соңғы 2 ойынды қарайтын болсақ, бір рет Реал Мадрид жеңген, бір рет Атлетико Мадрид жеңген. Және де бүгін Реал Мадридтің қақпасында Куртуа тұрмайды, Лунин тұрады. Бұны да ескеру керек. Реал Мадрид бүгін ұпай жоғалтып қалуы да мүмкін. Өте қызыққа толы ойын бізді күтіп тұр. Бүгін деп жатқанымыз, яғни 22 наурыз күні бұл ойын түнгі сағат 1-де басталады.